Hi everybody, бүгін көпше түрдің үшінші түрін қарастыратын боламыз. Яғни, егер зат есім S, SS, SH, CH, X немесе O деген әріптерге бітетін болса, онда бұл сөздерге ES жалғауы жалғанады. Мысалы, бас, автобус. Бас деген сөздің соңғы дыбысы S әріпі болғандықтан, бұған тағы да S әріпі жалғанбайды, ортасына дауысты дыбыс I әріпі келеді де, buses деген көпше түрі, яғни автобустар деген сөз шығады. Тағы бір мысал, қызанақ, яғни tomato. Бұл сөздің де соңында O дыбысы болғандықтан, бұл сөзге де ES жалғауы жалғанады. Яғни қызанақтар tomatoes. Немесе dish, SH әрпіне бітіп тұр бұл сөзде. Бұл жерде де ES жалғауы жалғанады. Яғни ыдыстар dishes болады. Let's get a practice. Бірінші сөзіміз box, яғни қорап. Ал қораптар қалай болады? Келесі сөзіміз glass, яғни стақан. Ал стақандар қалай болады? One more example. Watch, яғни қол сағат. Ал қол сағаттар қалай болады? Well done. Жарайсыз.